Сәлеметсіңдер ме балалар? 6 сынып информатика пәнінен Python тілінде программалау бөлімін ашамыз. Бізде өтетін тақырыбымыз 15 параграф ID мен танысу. Бүгінгі үйренетініміз Python программалау тілі ID интерфейсінің мүмкіндіктерін қолдану. Бастауыш сыныпта сендер алгоритм ұғымымен танысып, алгоритм құрып роботтарды жүргізудің пайдаланушыларға арналған программалармен таныс болдыңдар. Осы бөлімде Python программалау тілімен танысасыңдар. Соның ішінде Python программалау тілінің соңғы нұсқасы Python 3.8 тілімен жұмыс жасайсыңдар. Python қазіргі заманға лайықты жоғары дәрежедегі программалау тіліне жатады. Python тілін 1991 жылы нидерландық программист Гвидо ван Россум ойлап тапқан. Ол қазіргі кезде ең көп таралған программалау тілі болып саналады. Бұл тіл қазіргі көптеген салаларда, соның ішінде веб-сайттар жасауда және жасанды интеллект проблемаларын шешуде қолданылады. Python программалау тілін https және python.ru/updadown.com /Windows /download сілтемесі арқылы тегін әрі оңай жүктеп алуға болады екен. Python 3.8 тілін қолдана отырып, программалаумен танысу үшін алгоритм ұғымын еске түсіріп кетейік. Алгоритм алға қойған мақсатқа жету үшін немесе берілген есепті шешу үшін түсінікті де нақты ережелер бойынша орындаушыға жинақы түрде берілген реттелген нұсқаулар тізбек екен. Орындаушы дегеніміз белгілі бір командаларды түсінетін және орындай алатын адам екен. Жануар немесе машина. Кез келген алгоритмді үш негізгі құрылымды қолдана отырып құруға болады. Ең бірінші сызықтық алгоритм командаларды тізбектей орындай алады. Екінші тармақталған алгоритм екі опцияның біреуін таңдай алады. Үшінші циклдік алгоритм бірдей әрекеттерді қайталайды. Алгоритм табиғи тілде, мысалы қазақ тілінде, блок сызба түрінде немесе программалау тілінде жазылуы мүмкін. Python 3.8 программасының жұмыс жасау ортасы ID. Python 3.8 программасын жүктегеннен және орнатқаннан кейін idle кіріктірілген орта ашыңдар. Міне бізде 32 суретте көрсетілгендей Python 3.8 программасының белгішесі екен. Программа құрудың кіріктірілген ортасы ағылшын Integrated Development Environment. ID программалаушыға программалық жасақтаманы дамытуға жағдай жасайтын қосымша. Программа құрудың кіріктірілген ортасы және Python тілінде оқыту ағылшын Integrated Development and Learning Environment. Idle программалаушыға программалық жасақтамаға құруға көмек беретін программалық қосымша екен. Python іске қосылған соң программаның жұмыс істеу ортасы басқа программалау тілдерінен өзгеше екенін байқайсыңдар. Бұл программа тақырып жолы мен мәзір жолағына ғана байқауға болады екен. Міне бізде Python программасының терезесі екен. Python 3.8 программалау тілінің жұмыс ортасы ашылғаннан кейін программаны жазу үшін жаңа бет ашу керек. Программада жаңа терезе ашу үшін idle ашып мәзірден файл, не файл таңдау керек. Бос терезе тақырыбына untitled сөзімен ашылады. Жаңа терезеде мына кодты енгізесіңдер. Print наурыз жыл басы. Енді мәзірде файл save таңдаңдар. Ашылған терезеде сұранысқа жауап ретінде программа py деп теріп файлдың жұмыс үстеліне немесе құжат бумасына сақтаңдар. Pythonда құрылған программа кеңейтілімі py. Idle Python 3.8 программасын іске қоспас бұрын файлды сақтау үшін F5 пернесін басуға да болады. Енді run модуль командасын таңдаңдар. Сақталған программа нәтижесі 34 суреттегідей көрінуі керек екен. Ал олай болса, балалар, біз осыны көрейік жасап Python программасында. Біз осы жерде idle'ды ашамыз. Idle Python программасы тілін ашамыз да, осы жерде біз жаңағы файл деген батырманы бассақ,
сол жерде nav файл деп шығады. Осы nav файлды ашып, біз мысалы мына жерде print наурыз жыл басы дегенді алып, копировать етіп алып, осы Pythonға қоямыз. Не қоямыз да, run деген батырманы басып, run модуль F5-ті бассақ, осы жерде сақта деп тұрады екен, save. Біз аламыз да, оны рабочий столға сақтаймыз. Мысалы, бізде бұл үшінші есеп дейміз. Үшінші дейміз де, сосын ағылшын тілінен P деп басамыз. Сөйтеміз де, сохранить дейміз. Сонда бізде жаңа бетке наурыз жыл басы деп мінеке дәл кітаптағыдай шығарып береді екен. Мысалы, біз не жерде программаны жаздық, ал мына жерде біз программаның нәтижесін шығарып тұрмыз. Наурыз жыл басы деп тұр. Мінеке дәл осы секілді есептерімізді осылай шығара береміз. Экранда нәтижені көрсету үшін программалық жасақтаманы кіріктірілген print функциясын қолданады. Яғни print экранға нәтиже шығару үшін қолданылатын функция. Сендер Python программалау тілінде алғашқы программаларыңды жаздыңдар. Осы программаны сақтап, іске қосқаннан кейін жұмыс үстелінде немесе құжат бумасында программа пай деп аталатын жаңа белгі пайда болады. Егер тінтуірмен 2 рет шертсеңдер, экранда қара терезе пайда болып, бірден өшіп қалады. Не себепті бұлай болады? Бұл Python консольдік терезе, командалық қабық тәрізді. Оны программа басталып, наурыз жыл басы сөздерін басып шығарады және солай жабылады. Сандармен жұмыс жасайтын мысалдарды келтіріп кетейік. Неке біз жаңағы Python программасын қайтадан ашып, біз наурыз жыл басы деген программаны өшірейік. Сөйтекті өшерде мынау есепті апарайық. Копировать етіп, осы жерге қояйық. Сөйтекті run батырмасын басамыз. Run модуль F5-ті басамыз да, бізде жаңағы үшінші есеп, мінеке 21 деп бізге жаңағы программаның нәтижесін шығарып тұр. Мінеке қарасаңдар, бізде программамыз жазылған. Екіншісі бізде программа нәтижесі. Мінеке программа нәтижесі 21 болды, балалар. Келесі бізде жолдар арасында бос орын автоматты түрде қойылады. Бос орын қажет болмаған жағдайда print функциясын шақырған кезде бос жолға тең sep деп ағылшын тілінде сепаратор бөлгіш деп аталатын аргументті қосу керек. Мысалы, print жақша ішінде тырнақша ішінде 8 үтір, тырнақша ішінде x үтір, тырнақша ішінде 9 үтір, тырнақша ішінде тең үтір, тырнақша ішінде 72 үтір және сеп тең тырнақша жақша жабылады да, командасы жолдағы барлық символды бос орынсыз жазады екен. Мінеке осыны біз қайтадан программаға салып көрейік. Мені копировать етіп алайық. Негізі сіздер өздеріңіз программада жазатын боласыздар, бірақ мен кітаптан сіздерге көрсетіп берейін деп жатырмын. Мінеке осылай біз копировать етіп аламыз. Мінеке қойдық. Енді бізге run батырмасын басу керек болады. Run батырмасын басамыз. Мінеке бізде мына тырнақша қате деп шығып отыр. Сондықтан біз осы тырнақшаны қайтадан жазып көрейік. Бізде бұл жерде қате кеткен екен программадан. Бұл программаны оқымауының себебі 2 тырнақша тұр екен. Сондықтан біз барлығын бір тырнақшаға ауыстырып шығамыз. Тырнақшаға ауыстырып шыққанда бізде
дұрыс жауабын шығаратын болады. Неге бітіп қалдық. Неге. Енді біз рам батырмасын басамыз. Окей батырмасын басамыз. Рабочий столға сақтаймыз. Пи деп сақтаймыз. Сохранить. Неге бізге жауабын шығарып беріп тұр кітаптағындай. Неге кітаптағы жауап міне. Бізде программадағы жауап дәл осындай болып шығады екен балалар. Келесі. Егер print функциясын бірнеше рет шақырып, мәліметті жаңа жолға көшірмей, нәтижесі бір жолда жазылуын қаласаңдар, бос жолға тең end, тең тырнақша аргументін ағылшын соңы әр сөз соңына қоюға болады екен. Мысалы, мен 6-шы сынып оқушысымын деген сөзін бір жолға жазу үшін біз мына программаларды жазуымыз керек болатын. Енді осы программаны тексеріп көрейік. Бір жолға шығу үшін Python программасын ашамыз. Бірінші программаны өшіріп, осы жердегі программаны көшіріп апарамыз. Сөйтіп көшіріп апарамызда, ран батырмасын басамызда, ран модуль F5-ті басамызда, окей батырмасын басқан кезде, неге бізде тағы да бір қате деп шықты. Біз осы қатені тырнақшаға, бір тырнақша ғана қоямыз, сонда ғана жұмыс істеуі мүмкін. Неге бәріне солай қойып шығамыз, өйткені программа солай оқып тұр біздің екі тырнақшамызды дұрыс емес деп, қате деп көрсетіп тұр. Сондықтан бір тырнақша қойып шығамыз. Неге енді қайтадан рам батырмасын басып, окей батырмасын басқанда көреміз. Міне, неге балалар тура дәл кітаптағындай бізге шығарып берді. Мен 6-шы сынып оқушысымын деп тұр. Бізге де мен 6-шы сынып оқушысымын деп біздің жазғанымызда солай шығарып тұр. Міне қызық дейді балалар. Python тілінде жасалған ең танымал программа бәріміз білетін Instagram әлеуметтік желісі екен балалар. Олай болса балалар, бүгінгі сабаққа компьютерде орындайық тапсырмасын орындаймыз. Есептерді Python тілінде шығарыңдар дейді. Екінші тапсырмамыз талдап салыстырайық. Үшінші тапсырмамыз дәптерде орындайық. Осы үш тапсырманы балалар сынып жұмысына орындайық. Ал олай болса балалар, бізде компьютерде орындайық тапсырмасы бар. Компьютерде орындайық тапсырмасында біз Python тілінде есеп құрастырып шығаруымыз керек болатын. Енді біз бірінші есеп дейді. Бірінші есепті біз қай есеппен құрастырып көрсек болады. Неге бізде 5 қосылған 8 көбейтілген 2 деген жақша ішінде тұрған. Сол программаны аламыз, көшіріп, копировать етіп аламыз. Сөйтіп, осы жаңағы Python программасына саламыз. Келесі бізде 3 қосылған 4 көбейтілген 5 көбейтілген 2 қосылған 7. Осы бірінші есепті копировать етіп аламыз да, мына есептің ортасына қойып шығамыз. Неге қойдық? Енді бізде рам батырманы басамыз. Рам батырмасын басқанда бізге сохранить деп шығады. Бізде бұл 5-ші есеп. Пи деп жазамыз да. Сохранить етеміз.
мінекей бізде тапсырманың жауабы 50 деп шықты. Бізде бірінші тапсырманың жауабы 50 болды балалар. Программасы мінекей мынау. Нәтижесі мінекей 50. Келесі бізде 12 алынған 6 көбейтілген 2 қосылған 9 дейді. Мінекей осыны алып көшіріп аламыз. Python программасына саламыз. Енді run батырмасын басамыз. Run модуль F5 және OK батырмасын басқанда бізде минус қате деп тұр. Минус бізде қате деп тұр. Сондықтан оны өшіріп, қайтадан минусты басып, runды басамыз. OK-ді басамыз. Бізде мінекей 9 шықты. Жауабы 9 шықты. Мына есептің жауабы 9 шықты балалар. Келесі бізде 25 бөлінген 5 қосылған 9 көбейтілген 2. Бұл есепті де көшіріп аламыз. Python программалау тіліне саламыз. Сөйтіп run батырмасын, run модуль F5 батырмасын басамыз. OK батырмасын басамыз. Бізде 23,0 23 шығады екен балалар. 23 шығады екен балалар. Келесі бізде төртінші есеп. Төртінші есепті біз тағы да көшіріп аламыз. Сөйтеміз де программаға саламыз. Run батырмасын басамыз. OK батырмасын басамыз. Бізде тағы да минусымыз алуымыз қате деп тұр. Біз қайтадан өшіріп жазамыз да run батырмасын басып, OK батырмасын басқанда бізде 120,6 қайталанатын сандар шықты. Неке бізде жауабы осы екен балалар. Компьютерде орындайық тапсырмасы орындалды. Енді бізде келесі тапсырма. Өзіміз тексерейік. Талдап салыстырайық тапсырмасы. Қандай программалар белгісі көрсетілген? Екеуін салыстырып, әрқайсысының ерекшеліктерін атаңдар дейді. Біз ол тапсырманың жауабын өзіміз тексеріп кетейік. Салыстыру кестесі. Бірінші суреттегі бізде Python суреті, екінші суреттегі бізде SketchUp суреті. Бірінші суреттегі Python бізде ол бағдарламалау тілі екен, және код жазу арқылы жұмыс істейді. Есеп шығару, бағдарлама жасау, деректермен жұмыс, мектеп информатикада қолданылады екен мектепте. Мәтіндік орта idle екен, және тағы басқа түрлері бар екен. Ал SketchUp программасын айтатын болсақ, 3D модельдеу бағдарламасы, тінтуірмен дайын құралдармен жұмыс істейді. Үй ғимарат интерьердің 3D моделін салу, сызу, дизайн, архитектурада қолданылады екен, және олар графикалық ортада болады екен. Келесі бізде тапсырма балалар. Дәптерде орындайық тапсырмасы. Мәзір жолағындағы батырмалардың атауларын қазақ және орыс тілдерінде аударып дәптеріңе жазыңдар дейді. Үлгі бізде кестенің үлгісі берілген. Батырманың мәзірі жолағындағы атауын, қазақша атауын, орысша атауын жазып шығамыз. Неке. Өзіміз тексеріп көрейік балалар. Бізде батырманың мәзір жолындағы атауы ең бірінші файл екен. Ал қазақша атауы файл, орысша атауы да файл екен. Батырманың мәзір жолындағы атауы edit,
өңдеу, қазақша атауы, орысша атауы редактировать. Келесі бізде shell. Бұл қазақша атауы қабықша екен. Орысша атауы оболочка екен. Және келесі бізде мәзір жолындағы атау debug. Қазақша атауы жөндеу, қателерді түзету. Орысша атау отладка екен. Отладка. Келесі бізде options. Қазақша атауы баптаулар. Орысша атауы параметры. Келесі батырманың мәзір жолындағы атауы Windows екен. Қазақша атауы терезе. Орысша атауы окно. Келесі help. Қазақша атауы көмек. Және орысша атауы справка екен балалар. Өзімізді өзіміз тексеріп жазып алайық. Келесі бізде үй тапсырмасы берілген балалар. Үй тапсырмасында дәптерге математикалық өрнектерді құрастырып келіңдер. Алынған нәтижелерді Python тілінде тексеріңдер дейді. Бізде математикалық өрнектеріміз 15 қосылған 7 тең 22, 36 бөлінген 6 тең 6, 8 көбейтілген 9 тең 72, жақша ішінде 20 алынған 5 көбейтілген 2 тең 30. Ал Python тілінде тексеретін болсақ, print 15 қосылған 7, print 36 бөлінген 6, print 8 көбейтілген 9, print 20 алынған 5 көбейтілген 2 екен. Осылай бізде өрнектерді жазсақ болады екен балалар. Видеом пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.